Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әжемнің айраны тәтті. Бабушкин кефир сладкий. Бүгінгі сабақта мәтінді түсініп оқимыз, сұрақтарға жауап беруге үйренеміз. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Айран, кефир, дәмді, вкусный, ішемін, ішпеймін, буду пить, не буду пить. Ірімшік, сыр, творог, ас болсын, приятного аппетита. Ребята, обратите внимание на произношение этих слов. Қайталаймыз. Айран, дәмді, ішемін, ішпеймін. Ірімшік, ас болсын. Жақсы балалар, дәмді айран, вкусный айран. Мен дәмді айран ішемін. Я буду пить вкусный айран. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Есте сақтаңыздар. Ребята, запишите новые слова в словарь и запомните их. Тыңда, қайтала, оқы. Диалогты бірге оқиық. Әже: Әлібек, құлыным, айран ішесің бе? Әлібек: Иә, әже, ішемін. Әже: Міне, құлыным. Әлібек: Айран өте дәмді, рахмет, әже. Әже: Ас болсын, құлыным. Жақсы балалар, диалогты өздерің тағы бір рет оқыңдар. Ребята, можете приостановить видео, еще раз прочитать диалог и с помощью новых слов для себя переведите этот диалог. Ал енді балалар, диалогты түсініп оқысаңыздар, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Әлібек не ішті? Әлібек қандай айран ішті? Әлібекке айранды кім берді? Кто дал кефир Әлібеку? Балалар, ойланып көрейік. Давайте подумаем и ответим на эти вопросы. Ал енді балалар, өзімізді тексерейік. Әлібек не ішті? Әлібек айран ішті. Әлібек қандай айран ішті? Әлібек дәмді айран ішті. Әлібекке айранды кім берді? Әлібекке айранды әжесі берді. Жақсы балалар. Жазылым. Ал енді балалар, жіктік жалғауға назар аударыңдар. Ребята, внимание, обратите на личное окончание. Мен айран ішемін. Я буду пить кефир. Сен айран ішесің, ты будешь пить кефир. Сіз айран ішесіз, вы будете пить кефир. Ол айран ішеді, он или она будет пить кефир. Жіктік жалғау. Мен, сен, сіз, де. Ребята, слово мягкое, поэтому присоединили мягкое окончание. Мен дәмді айран ішемін. Я буду пить вкусный айран. Анель дәмді айран ішеді. Анель будет пить вкусный кефир. Жақсы балалар, бірінші тапсырманы дәптерге көшіріп жазыңдар. Ребята, это задание письменно выполняем в тетради. Ал енді балалар, айтылым, говорение, екінші тапсырма. Әр қатардағы артық сөзді тауып, себебін айтыңдар. Ребята, вам нужно в каждом ряду найти лишнее слово и объяснить, почему это слово лишнее. Ойланыңдар, подумайте. Ал енді балалар, тексеріп көрейік өзімізді. Давайте проверим себя. Айран, сүт, алма бағы, қайсы артық? Иә, алма бағы артық. Себебі сүт өнімдеріне жатпайды. Лишнее у нас яблоневый сад, потому что они не относятся к молочным продуктам. Лақ, қозы, дәптер. Иә,
артық сөз бізде дәптер. Себебі мал төлдеріне жатпайды. Ата, әже, шарбақ. Қайсы артық балалар? Иә, шарбақ сөзі. Өйткені ол отбасы мүшелеріне жатпайды. Слово ограда у нас не относится к членам семьи. Ақ, қызыл, үй. Үй сөзі артық, себебі түстерге жатпайды, не относится к цветам. Жақсы балалар, сендер де осылай орындадыңдар деп ойлаймын. Ребята, я думаю, что вы справились с этим заданием. Жақсы. Жазылым. Үшінші тапсырма. Суреттерге қарап, сөйлемдерді аяқтап жаз. Ребята, внимательно посмотрите на эти картинки. Вам нужно дополнить предложение и записать в тетради. Мысалы, мен айран ішемін. Я буду пить кефир. Әжем айран. Мен ірімшік жеймін. Әжем ірімшік. Вам, ребята, дополнить эти предложения и выполнить в тетради. Қорытынды. Есте сақтайық. Ребята, теперь вы можете отвечать на вопрос. Сен айран ішесің бе? Ты будешь пить кефир? Иә, мен айран ішемін. Айран дәмді. Ас болсын. Приятного аппетита. Жақсы балалар, жаңа сөздерді, сөз тіркестерді, сөйлемдерді есте сақтайық. Ребята, запомните новые слова, словосочетания и предложения этого урока. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.